тұрар рысқұлов аудандық полиция бөлімінің және де ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерімен бірлесе жасалған жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында Абай ауылдық округіне қарасты тау бөктерінде Камик ауылының тұрғыны 1989 жылы туылған азаматтан заңды сақтап келген бірнеше атыс қарулары мен оқ дәрілері тәркіленіп алынды. Оның ішінде АКСУ-74 маркалы автомат қаруы және де 5.45 калибрлі бірнеше оқ дәрілер тәркіленіп алынды. Күдікті өз кінәсін толық мойындады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287 бабы 3 бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Алынған атыс қарулардың бұрын болған қылмыстарға қатысы бар жоғын анықтау үшін тиісті сараптамалар тағайындалды.